$151.46 шотумузда бар. Аз күн депозитimizni жалғастыратын боламыз. $100 бізде бүкіл осы әңгіменің барлығы басталғанын білесіңдер. Соңғы сделка бізде $26.80 таза пайдаға ашылған еді. Бұл жерде бізде $24.66 таза пайда келіп түсті. Енді бізде $51.46 өзін қойсақ болады. $51.46 қойдық. Бұл жерден бізде $94.17 табыс келетін болады сделка ашқаннан кейін. Ал енді ситуация іздеп бастайтын боламыз. Сделка ашуға бізге бір ғана ситуация керек. Жақсы, керемет ситуация. Соны табуға тырысатын боламыз. Еурогруппада бізде қызық ситуация қалыптасып келе жатқан байқап тұрсыңдар. Разворот болып кететін сияқты маған, мен үшін. Давайте көрейік. Так и есть. Давайте екі сделка ашып жібере салайын. Чтобы бірден жету үшін біздің арнайы мақсатымызға. Негізі бір сделка ашу ойымда болған еді, бірақ не знаю, бір рет басқан секілді болдым, бірақ екі сделка ашып жібердім. Я не знаю, как это получилось. Бізде разворотқа формация шықты, яғни ликвидность шешіп жабылдық. БВТ бойынша, бағаны болжаудың теориясы бойынша бізде келесі цель төмен жақтағы болу. Бізде ликвидностьті қайта шешіп жатыр. Төменге қарай реакция алып, төменге қарай кетуі керек бағаны. Но я реально не знаю, почему мен екі сделка ашып жүргенде. Бір сделкаға дайындалып отқан едім. Басылып кетті негізі. Хорошо, ничего страшного, бывает так. Бұл да бір енді бір қайыр шығар. Зато бізде қазір $51-ден екі сделка ашылды. Әрқайсынан $47.34 табыс келгенін учитывать етсек, қазір уже біз почти 1-1.5 істедік. Яғни $100 үстіне бізде уже кәдімгідей ақша жасап тастадық. Бізде қазір шотымызда $246 бар. $146.34 примерно қазір бізде табыс болып тұр сонда. Бағып қарайтын болсақ. Сонда біз $146-мен рискіға кете берсек болады. Ал анау ашылған екі сделка үшін енді кешірім сұраймын, ол нәрсені мышкы негізі бір басқан сияқты болдым. Бірақ енді білмеймін, соңғы кездер мышкы басқан кезде артықпен басылып кетіп жатыр, короче. Сондай әдет қалыптасып қалыпты. Сондай әдет пайда болып қалыпты, короче. Но бірақ біздің ашқан прогнозымыз керемет шыққанын өздерінде көрдіңдер. Яғни төменге аштық $51-ға и шықты ашқан сделкамыз. Это главное. Жалпы направление дұрыс таптық. Бізде бұл жерде жай ғана простой біздің бағаны болжаудың теориясының моделі шыққаннан кейін, яғни разворотный моделі шыққаннан кейін сделка бізде ашылған болатын. Разворот болып жабылды, то есть бұл жақ емес. Нарақта бізде разворот болып жабылды. Бізде маяқтағы свич ашылған кезде, сәл жоғары қарай жүрген кезде, осы жерлерде бізде екі сделка бірден төменге қарай ашылды. Соответственно, баға жоғары қарай барып, қайтадан маяқтағы ликвидность тағы шешіп кетті, потом уже ары қарай агрессив төменге қарай түсіп, содан кейін маяққа келіп былай жабылған екен. Жалпы өте жақсы результат. Сөз жоқ, просто өзім таңғалып отырмын. Екі рет сделка ашып жүргенім үшін, но ничего страшного, так бывает. Так. Бізде енді бір цель болу керек. Ол цельді әзірше бізде жақанырақ цель $1000-ға жету. И ары қарай уже дальше больше жасай беретін боламыз. Бірақ енді қазіргі істеген нәрсеме кішкене енді ұялып отырмын. Екі сделка ашып жүргенім, но енді ничего не поделаешь, короче. Болған іс болды, боя отырсаң да. Самое главное енді нәтиже. $246 біздің шотымызда тұр. Так. Бүгінге негізі все, торговлямызды аяқтаймыз. Разгон депозитімізді келесі видеода жалғастыратын боламыз. Қазірдің өзінде мен енді кішкене шоковое состояниеда болып отырғаннан кейін уже продолжать не стоит, короче. Именно сол бір ғана сделка ашуға, бір ғана сделканы жабуға негізі нацеливаться еткен едім да. Вот из-за этого, короче, мен уже лимитіме жеттім, короче.
Простой и понятный шартлы болботун колдонуп табыс таптык. Әзірше бүгінге емес, әзірше все. Сауда аяқталды, сау болдыр.